Жұмбақ ұшақ кенеттен бір әйелдің үйінің алдына қонды, бірақ ол қорықпай, тікелей оған қарай жүріп түсіре бастады. Бірнеше сәттен кейін люк баяу ашылып, мұны күткен тілшілер бірден камераларын орнатты. Содан кейін күйеуі мүлдем жарақатсыз шықты. Бөтен тіршілікпен байланыста болған жалғыз адам ретінде ол көпшіліктің белгісіздікке апаратын жалғыз терезесіне айналды. Үкіметі бөтен тіршілік иелерінің Джекке сыйлық бергенін білгенде, олардың өкілдері бірден оны өздеріне алуға тырысты. Джек ынтымақтастықтан бас тартқан кезде, олар оған тапанша тақап, қолын күштеп ұстады. Басқа амалы қалмай, Джек сыйлықты берді, бірақ оны беріп жатқанда кенеттен қақпағын ашты. Дәл сол сәтте лейкемия, лимфома және басқа да ауыр аурулармен ауыратын әлемдегі науқастардың 60-ы керемет түрде сауығып кетті. Осыдан кейін Джек осы бөтен өркениеттің өкілі ретінде толықтай көрінді. Оның айтуынша, бөтен тіршілік иелері жерге бір ғана себеппен келді: соғыс, ластану, кедейлік және адамзат алдында тұрған басқа да мәселелерді шешу үшін. Олар жерді тамаша үйге айналдыруға бел буды, бірақ ешкім келімсектердің шын мәнінде қандай екенін көрген емес. Тіпті Джек та оверлордтардың шынайы келбетін білмеді. Дегенмен келімсектер уәде еткендей, жерде соғыс шынымен аяқталды. Бұрын шайқаста пайдаланылған әскери кемелер енді апаттардан зардап шеккендерге арналған көлік кемелеріне айналды. Сауд Арабиясындағы мұнай құбырлары да тұщы су арналарына айналды. Әлемдік көшбасшылар бұған өз еркімен келіспесе де, бастарына ілінген алып кемелер оларға басқа амал қалдырмады. Небәрі жарты жыл ішінде кедей аймақтардағы босқындардың өмір сүру сапасы күрт жақсарды. Халықтың оверлордтарға табынуы да ең жоғары деңгейге жетті, бірақ әлі де өз бетінше бірігіп, бостандық лигасын құрған қарсыластар тобы болды. Олар оверлордтар адамзаттың дамуына кедергі келтіріп жатыр деп сенімді болды. Бір күні түнде мүгедек қара нәсілді жасөспірім бала анасының тоналып жатқанын көрді. Ол оны тоқтатуға тырысқанда, қылмыскерлердің бірі оны жүрегіне тікелей атып тастады. Бала сол жерде қайтыс болды, бірақ кенеттен жарық сәулесі шабуылдаушыны жауып алды. Келесі секундта қылмыскер жерге құлап, қалтырап кетті, ал өлген бала керемет түрде тірілді. Тіпті оның мүгедек аяқтары да жазылды. Бұл билеушілердің адамзат әділдігін өз қолына алғанын және қылмыскерлерді қалағандай жазалай алатынын дәлелдеді.